Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді беляшидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт бойынша оның қамыры өте жұмсақ, ал салмасы құрғақ емес, өте шырынды болады, әрі толықтай піседі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қамырына апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүт пен суға қант және де құрғақ ашытқыны қосып араластырып, 5-10 минут бетін жауып қоямыз. Әдеттегідей бізге қажетті барлық ингредиенттер мөлшерімен видео астындағы сипаттамада жазылған. Апара көтерілген соң, оған жұмыртқа, тұз, сұйық май және де електен өткізіп отырып, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қоямыз. Сол уақыт аралығында ортасына қосатын етті салмасын дайындап қоямыз. Менде сиырдың тартылған еті, оған 1-2 пиязды үстіне ұсақтап турап, немесе мен сияқты блендермен езіп алсаңыздар болады. Тартылған етке пиязды, тұз, қара бұрыш, қалауларыңыз бойынша паприка және де кептірілген сарымсақты және де су қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын болды. Сол аралықта қамыр 2-3 есе көтерілді. Енді қолымызға сұйық май жағып, қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Маған беляшилердің орташа болғаны ұнайды, сондықтан мен бұл қамырды 15 бөлікке бөлдім. Бір қамырдың салмағы шамамен 50-55 грамм. Қамырдың беті кеуіп кетпес үшін осылай целлофанмен жауып қоямыз. Видеода көрсетілгендей қолымызбен қамырды жайып, ортасына етті салмасын салып, жақсылап бекітеміз және де сәл басамыз. Дәл солай барлығын қайталаймыз. Беляшиді міндетті түрде орташа отта пісіреміз. Менде ең жоғарғы бөлігі 9, мен соның 6-шы бөлігінде пісіремін.
Міне біздің әдемі болып алтын түсте қызарып піскен беляшилер дайын. Қамыры да жұп-жұмсақ, әрі ортасындағы салмасы да толықтай піседі. Міндетті түрде отбасыларыңызға, жақындарыңызға осы рецепт бойынша дайындап қуантыңыздар. Сіздерге видео ұнаған болса, алдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Тілеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.